Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай шыршаға арналған ойыншық тоқитын боламын. Бұл қар ұшқыны, орысша айтқанда снежинка. Бізге бұл үшін трикотажды жіп, ілмек, 5 және 4 номерлі және қайшы қажет. 5 номерлі ілмекпен тоқимыз. Алдымен ғажайып шеңбер жасаймыз. Және саусақты былай ораймыз жіппен. Осылай орадық. Және осы жіптердің ортасынан негізгі жіпті өткіземіз. Мінекей осылай. Сонда мына петлядан негізгі жіпті, крючокты іліп алып өткіземіз. Бір воздушный петля осылайша тоқимыз. Және де тағы 4 воздушный петля тоқимыз. Мынадан бөлек, біріншісінен бөлек. 1, 2, 3, 4. Осы 4 воздушный петляның жоғардан санағанда екінші петлясына крючокты ілмегімізді саламыз, жіпті шығарамыз, және де крючокта тұрған жіптен петлядан жіпті өткіземіз. Осылайша. Міне. Сонда пико пайда болады. Осыны пико деп атайды. Тағы да осылай 2 рет тоқимыз. 2 воздушный петля. Екінші петляға крючокты салып, жіпті шығарамыз. Крючокта тұрған петлядан сол жіпті шығарамыз. Сөйтіп, соединительный столбик жасалады. Және де тағы 2 воздушный петля тоқимыз. Екінші петляға крючокты салып, жіпті шығарамыз. Және де крючокта тұрған петлядан шығарамыз. Енді мынау тұрған бірінші петляға емес, ал содан кейінгісі екінші петляға крючокты салып, жіпті шығарамыз. Және де крючокта тұрған петлядан да осы жіпті шығарамыз. Және де осыдан кейінгі петляға тағы осылайша соединительный столбик жасаймыз. Енді мынау ғажайып шеңберіміз біздің айналып кетуі мүмкін. Соны дұрыстап қоямыз бүйтіп. Бүйтіп оң қарап тұратындай. Және де мынау келесі тұрған петляға ештеңе тоқымаймыз. Бұны өткізіп жіберіп, ғажайып шеңбердің ішіне жіпті орап алып, крючокпен ортасынан шығарамыз. Бір петля, екінші петлядан жіпті шығардық. Бұл столбик без накида деп аталады. Қойша столбик без накида тоқимыз. Енді 4 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Жоғардан санағанда екінші петляға соединительный столбик тоқимыз. Және де тағы 2 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, екінші петляға соединительный столбик тоқимыз. Тағы да 2 воздушный петля. Екінші петляға соединительный столбик. Және де
мында тұрған пикодан кейінгі екінші, міне бірінші петля пико тоқылған, екінші петляға соединительный столбик тоқимыз. Жіпті осылай петлядан шығарамыз, және де мына крючокта тұрған петлядан да өткіземіз. Осылайша. Енді екінші петлямызға дәл осындай қылып соединительный столбик тоқимыз. Мінекей тоқыдық. Енді ғажайып шеңберімізге столбик без накида тоқимыз. Осылайша жіпті іліп алып шығарамыз. Мына екі петлядан жіпті өткіземіз. Осылайша. Енді дәл осындай қылып 3 таяқша тоқып шығамыз. Әр таяқшадан кейін столбик без накида, бір столбик без накида тоқимыз. Өз қалауыңызша 4 таяқша тоқсаңыз да болады. Осыдан кейін мен 3 тоқимын. Және де тоқу барысында сіздің жасаған бұйымыңыз қисық-мисық болып шығып жатса, мынандай әдемі без болып. Оны соңынан үтікпен үтіктеп дұрыстап алуға болады. Оған қорықпаңыздар. Ештеңе етпейді. Мен қар ұшқынын аяқтап қалдым. Барлық таяқшасын тоқып біттім. Менде мұнда 5 таяқша. Енді ортасына крючокты салып, столбик без накида тоқимыз. Мінекей осылай 2 петлядан жіпті өткіземіз. Енді жіпті осылайша шығарамыз. Кіші номерлі крючок аламыз. Енді мына жіпті жалғауымыз керек, білдіртпей. Ол үшін мына тұрған. Мына столбик без накидадан кейінгі мына жерге крючокты саламыз. Ортаға, екі ортаға. Мінекей. Крючокты саламыз. Сосын артынан қараған кезде мына жіптің төмен қарай жібереміз. И осылайша жіпті алып, ілмекпен ар жағынан тартып шығарамыз. Мінекей мен тартып шығардым. Енді мына петляға жалғауымыз керек жіпті ортасына. Ол үшін теріс айналдырамыз. И мына екі петлядан крючокты өткіземіз. Осылайша. И осы екеуінен жіпті өткізуіміз керек. Біреу, екеу. Мінекей екеуінен өткіздім. Енді қараймыз. Қалай ілген кезде біздің снежинкамыз әдемі көрінеді, симметричный көрінеді. Мен мынау таяқшасына жасаймын, ілмекті былай елкаға іліп қою үшін. Ол үшін арт жағындағы мынау нелер тігіс сияқты жіптер. Осылардан жіпті өткізіп шығам. Ұқыпты білдіртпей. Осылайша. Бір жіптен өткіздім. Енді мына жіптен өткізем. Осылай. Енді мына жерде төбесінде біз жіпті былай алдына қарағанда осындай болып тұрады.
бір петля осылай көрініп тұрады. Соның артындағы мына петляға ілмекті салып жіпті өткіземіз, бірақ до конца емес, соңына дейін емес. Осылай керекті мөлшерде ілмек шығарамыз. Міне, енді мынау екінші ұшын, қалған ұшты тағы тығып қоямыз, білдіртпей. Енді бұны басқа жолмен алдыңғы тыққан жерге емес, басқа жерге тығамыз. Әйтпесе ол үлкен болып көтеріліп тұрады. Міне басқа жіптермен солай өткізіп жасырамыз. Солай жасырып шығамыз. Мына жіптен өткізуге болады. Бұдан өткен жоқ. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасайсыздар. Міндетті түрде мен сияқты қылып өткізу міндетті емес. Мына жерден өткізейік. Енді мынау ғажайып шеңбердегі столбик без накидалардың ортасынан өткіземіз. Осылайша. Сосын ең басында тоқып бастаған кезде ғажайып шеңбердің бір ұшы бар еді ғой, жіп. Сонда солай тығамыз. Мына столбик без накидалардың ортасына дәл осылай тығып шығамыз. Мен оны жасап болғаным. Мінекей біздің снежинкамыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.